10 секундта плюс 1 балл. Қалай? Қараңыз, мына есеп қиын болып көрінгенмен тангенс берілген. Мына бөлшектің мәнін табу керек. Ентіға ғана жарайтын, ұбт-ға ғана жарайтын әдіс, ол мынандай әдіс. Қараңыздар. Өте оңай. 10 секундта шығара саласыздар. Қараңыздар. Мынау үсті негізі тангенс. Ол үсті синус, асты косинус. Бұл тек ұбт-ға жарайды, госэкзаменға жарамайды. Қараңыздар. Демек, синустың орнына 2, косинустың орнына 3-ті қоя салып есептей салады екенбіз. 6 көбейту синустың мәні 2 минус косинус 3 қоямыз. Бөлімінде 4 синустың орнына 2 қоямыз. Плюс 2 косинустың орнына 3 қоямыз. Тең болады. 12 минус 3 9. Так. 8 плюс 6 14. Жауап міне мынандай. Ал енді тангенс альфа берілген. Мына бөлшектің мәнін тауып комментарийға жазып жіберіңіз және неше секундта шығарғаныңызды жазып жіберіңіз. Күтеміз.